Ого, Беріктің құлауын айтсаңшы әдемсін ай. Жұмыста тайып жығылып жарақат алдың ба? Бастық өзің абайламадың, өтемақы төленбейді деді ме? Мына айланың неге өтпейтінін көріңіз. Тайғанақ еденді көріп тұрып құладың. 100% өзің кінәлісің, компанияның қатысы жоқ. Видео повторды көрейік. КР еңбек кодексінің 189 бабы бойынша қызметкердің кінәсі 25%-дан аспайды. Кемінде 75% емделумен зиянды компания өтейді. Актісін бер. Дәрігерге 103, жарақатты жұмыста алдым деп міндетті түрде айтыңдар. Тоқтаңыз, ертең үлкен жаңалық, заң өзгереді. Өткізіп алмау үшін дәл қазір тіркел.